Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге құрамына мүлдем дрож қосылмайтын, яғни ашытқысыз бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Іске басар ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыз. Бізге айран керек. Айран қандай айран болса да болады. Магазиннің немесе үйдің айран, ашыған, тұщы айран. Бәрібір тұзымызды, қопсытқышымызды саламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Араластырамыз. Менде айран ашыған, қатты ашыған, сол себепті бір ас қасық құмшекер салдым. Егер айрандарыңыз тұщы болса, салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Ұнды керегінше, яғни жұмсақ қамыр болғанша ерейсіздер. Бірденен ұнды салып жермеңіздер. Бірденен салып жеріп, ұндарыңыз көп боп, жұмсақ қамыр істей алмай қаласыздар. Міне осындай жұмсақта болу керек қамырымыз. Бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дайын болды. Дастарханымызға ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамырларыңыз оқтауға жабысатын болса, қазір арасында ұн сеуіп жайсаңыздар болады, бірақ ұнды көптеу сеппеңіздер, себебі майға қуырғандарыңызда майдың ішіне ұндарыңыз түсіп, майларыңыз күйіп кетеді. Менің каналымды қолдап, тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, сол шеттегі все деген белгіні басып қойыңыздар. Комментария, лайктарыңызды аямаңыздар. Менің каналымды одан ары дамуына септіктеріңізді тигізіңіздер. Қамырымызды жайып алдық. Енді қазір ұзынша етіп кесетін боламын. Асыққанда, қонақ кеп қалғанда, таңғы асқа тез дайын бола салатын өте дәмді, таза болып пісіп шығатын бауырсақ. Уақытыңызды үнемдейсіз. Бауырсақ секілді етіп, 4 бұрышты етіп кесіп алып, дәл ортасынан тіліп, екі шетін осы тілген тесіктің ортасына өткіземіз. Міне тағы көрсетеміз сіздерге. Ортасынан тілеміз, осылай ұзынша етіп, екі шетін осылай айналдырып өткіземіз. Барлық бауырсақтарымызды осылай өткізіп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Енді отқа майымызды қойып, қыздырып алып, бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Орташа отта пісіреміз, қатты отта пісірмеңіздер. Қатты отта пісірсеңіздер, бауырсақтарыңыз күйіп кетеді. Міне дайын болды. Қазір ортасын көрсетемін, таза піскен. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыз. Рахмет, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін.